Сәлем қыздар. Егерде сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Егерде менің шығарылымдарым сіздерге ұнаса, шығармашылық шабыт берсе, менің арнама жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер. Сонымен кеттік. Сіздің алдарыңызда тұрған менің бүгінгі түсірілімге өте кешірім өтінемін. Себебі менің қолымдағы алдыңыздағы жатқан тоқыма жұмысы өте үлкен мөлшерде. Сол себепті мен қолымдағы құрылғыны қолыма ұстауға мәжбүр болып тұрмын. Бұл алаша менде жасыл түсті. Кішкене экранда ақшыл жасылда болып тұр. Қанық түсті дегенде жасыл жіптен тоқылған. Бұны мен бастапқыда мен бұны кішкентай қыздарымның ойнау үшін тоқыған болатынмын. Содан кейін мен оларға басқаша алаша тоқуға бел будым да, мен бұны ванна бөлмеге төсеуге ұйғардым. Жалпы бұл менде ирандық жіп, 100% акрил жібінен. Мен бұл алашаны ұмытпасам 3 түннен тоқыдым. Бұнда мен 3 түннен тоқыдым бұл алашаны. Жалпы ирандық жіптің көрдім қыздардың тоқып жатқанында ирандық жіптен специямен, сыммен тоқып жатқанын көрдім да, біраз қыздардың. Мен сыммен ирандық жіппен тоқып көрдім, бірнеше нәрселерді, жемпірді де тоқып көрдім, бірақ бәрін тарқатып тастауға тура келді, себебі маған ұнамады. Мен бұлардың барлығында бірнеше ирандық жіпті алдым, бірақ та мен бұлардың барлығынан осындай кремше тоқып тастауға ұйғардым. Білмеймін, әркімнің өзінің талғамы бар ғой. Менің талғамым бойынша ирандық жіп мен үшін крючокпен тоқылады. Мүмкін біреулер үшін сыммен тоқылатын болар. Алдарыңызда тұрған тоқыма бұйымы. Бұны 5-ті крючокпен тоқыдым. 6-лық бізбен тоқыдым, араластырып. Содан соң мына гүлдер тоқу барысында мен 3 пен 4 бізбен тоқыдым. Жалпы ирандық жіптен алаша тоқыған уақытта естеріңізде болатын нәрсе, бұл өте тез жиырылып қалады. Сол себептен бұлардың үстеріне кішкене ғана ауырлық тудыратын нәрсе болу керек. Содан соң мен бұның үстіне мынандай гүлдер тоқуға ұйғардым. Жалпы мен бұрын балабақшада жұмыс істеп жүрген кезде, естеріңізде болса, тәрбиешілер сіздер білесіздер, тәрбиеші болып істеген қыздар біледі. Балалар ұйқыдан тұрғаннан кейін міндетті түрде біздер олардың астарына, аяқтарының астарына кілемшелер жасаймыз да. Кілемшелер жасаймыз, баклажканың қақпақтарынан, немесе ілгектерден, немесе тағы бір нәрселерден де әртүрлі әр адамның, әр тәрбиешінің өзінің фантазиясымен жасаймыз. Содан соң мен тоқып жатырған уақытта мен басыма ой келді, неге мен бұрын жұмыс істеп жүрген уақытта мен осыны неге пайдаланбадым, осы әдісті деп. Мінекей алаша тоқыдым. Тоққаннан кейін мына гүлдер тоққан уақытта аяққа кәдімгідей батат қараңыздаршы қыздар, мінекей. Кәдімгідей бұдыр бар. Содан соң сіздерге бұлда бір қажеттеріңізге жарар деп жатырмын, тәрбиешілер. Менің басыма осындай ой келді. Осындай кілемше жаңа ғана тоқып болып жатырмын. Қазір гүлдерім таусылды тоқыған, мінекей. Мінекей гүлдерім таусылды. Мындай әртүрлі қолыма түскен әртүрлі жіптерден тоқи бердім. Мінекей. Гүлдер, кәдімгідей бұдыр бар қыздар, қараңыздар. Аралықтарды, мінекей. Бұл тәрбиешілер сіздердің қаперлеріңізде. Сонымен
бейне бір алыстан қарағанда қалай деп айтамын, көк шөптің үстіне өскен гүлдер сияқты да. Бұл менің фантазияммен жасалған нәрсе. Одан соң екінші алдарыңызда жатқан кілемше, бұл менде басында мен бұны аю ретінде тоқыдым да. Аю ретінде тоқыдым. Білмем, аюға келіңкіремей қалды мен үшін. Содан соң бақа жасайын ба деп ойлап едім. Өкінішке орай менде жасыл жібім бітіп қалды. Басын әттеген ай болғаны бақа ретінде жасап жүрейін десем, мына жері менде жалпақ болмады, сопақша болып кетті. Бақа болу үшін мына жері жалпақ болу керек та менде. Бір-екі көз жасайын дедім де, білмеймін, көрем. Содан соң мен бұны мұрын жасадым, көз жасадым, ауыр жасадым. Балаларым айтады, мама, мынау деген біреуі тасбақа сияқты дейді, біреуі қоян сияқты дейді. Білмеймін, мен үшін бұл кенгуру сияқты ау деймін, мысқыны. Сонымен қыздар, бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Пока-пока.